достар, мына Google'ның экс-бастығының айтқанын тыңдаңыздаршы. Жасанды интеллект революциясы жеткілікті бағаланбай отыр. Ал себебі мынада. Бұл жаңа интеллекттің келуі біздің елімізді де, бүкіл әлемді де біз толық түсіне алмайтын деңгейде түбегейлі өзгертеді. Және біздердің ешқайсымыз, оның ішінде өзім де, шынын айтсам осы залдағы ешкім де оның салдарына дайын емес. Қазіргі сәтте біздің индустрияда болып жатқан нәрсе мынау. Біз өте жылдам қарқынмен, мысалы, жасанды интеллект бағдарламашыларын жасап жатырмыз. Ал бұл бағдарламашылар дәстүрлі бағдарламашыларды алмастырады. Біз келесі бір жылдың ішінде ең үздік магистранттар деңгейіндегі жасанды интеллект математиктерін жасаймыз. Бұл өте тез болып жатыр. Бүгін сіз жасанды интеллектті ChatGPT деп ойлайсыз. Бірақ шын мәнінде ол бұрын-соңды болмаған қисындық ойлау және жоспарлау жүйесі. Бұның салдары орасан зор. Алгоритмдердің жұмыс істеу тұрғысынан айтсақ, олар бізде бұрын-соңды болмаған көлемдегі есептеу қуатын қажет етеді. Олар әлдеқайда көп энергияны қажет етеді және осы туралы айтамын. Индустрияға не қажет? Бізге жоғары білікті иммиграция қажет. Кибер және биологиялық қауіптерге қатысты жеңілдетілген реттеу қажет. Және ең маңыздысы, бізге энергия қажет. Сандар да орасан. Бізге сіздерден қажет нәрсе, егер тура айтсам, барлық түрдегі энергия қажет. Жаңартылатын болсын, жаңартылмайтын болсын, бәрібір. Ол энергия қолжетімді болуы керек, және тез арада. Мен және басқалар термоядролық синтез сияқты таңғажайып жобаларға инвестиция салып жатырмыз. Бірақ олар сұранысқа уақытында үлгермейді. Сондықтан адамдар 10 гигаваттық деректер орталықтарын жоспарлап жатыр. Қарапайым тілмен айтқанда, Америка құрама штаттарындағы орташа бір ядролық электр станциясы 1 гигаватт. Біз бір жылда қанша ядролық станция сала аламыз? Ал осында саусақпен шертеді 10 гигаваттық деректер орталығы жоспарланып жатыр. Бұл дағдарыстың қаншалықты ауқымды екенін көрсетеді. Ең ықтимал деген бағалаулардың бірі бойынша, деректер орталықтары 2027 жылға қарай қосымша 29 гигаватт энергияны қажет етеді. Ал 2030 жылға қарай тағы 67 гигаватт қажет болады. Бұл біз айтып отырған ауқымның деңгейін көрсетеді. Бұлар мен өмірімде көрмегендей индустриялық ауқымдағы нысандар. Ал мұның бәрі не үшін маңызды? Себебі сіз бұл жүйелерді салған кезде компьютерде интеллект пайда болады. Содан кейін ақыр соңында адам деңгейіндегі интеллектке жетесіз. Кейбіреулер бұл 3-4 жылдың ішінде болады дейді. Ал одан кейін суперинтеллект деп аталатын кезең басталады. Суперинтеллект адамдардан да жоғары интеллект. Біз индустрия өкілдері бұл 10 жылдың ішінде болуы мүмкін деп санаймыз. Америка бірінші болып оған жетуі шешуші маңызға ие. Осы сияқты жасанды интеллект жаңалықтарынан құр қалып қоймау үшін тіркеліп қойыңыз.